асыра барған қамқоршылардың үйіндеміз. Мына балаларға тамақ беретін ас бөлмесі. Мына қараңыз, көгеріп кеткен. Мына жерге тамақ, мына балалар жейтін дені дұрыс тамақ жоқ. Мына жерде ас. Мына жерде мына қамырдағымыз тұр, мына жуынды тұр. Мына астына қараңыз. Адам көргісіз ашыған ас, кір қожалақ ыдыс-аяқ. Бұл 6 тастанды баланы бауырына басқан Ұлықбек Смановтың үйі. Жетім сәбилер өздерін асырап алғандарын естігенде жаңа өмір бастаймыз деп ойлаған шығар. Бірақ өгей әке оларға қорлықтан басқа ештеңе көрсетпеді. Ішер асқа мысық етін беріп, ол аз болғандай зәр ішуге мәжбүрлеген. Тиран отағасының жан түршігерлік әрекеттеріне шыдамаған үйдің үлкені көмек сұраған. Сұмдық хабарды естіген жауаптылар дереу шарасыз ұл-қыздарды құтқаруға барған. Сөйтсе жөнді тамақтанбаған кішкентайлардың денесінің сау тамтығы қалмапты. Көп ұзамай өңірдегі полиция